Сәлем достар, бүгін сіздермен манты әзірлейтін боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен барлық заттарымызды ашып, майдалап, кубиктеп турап шығатын боламын. Мен мантыға асқабақ қостым. Асқабағымызды ең алғаш теркіден өткізіп алдым. Фаршымыз майлы болғандықтан мен картошка қостым. 3-4 түйірін барлығын кубиктеп турап алатын боламын. Әрмен қарай дәмдеуіштеріміз қосамыз. Тұз бен қарабұрыш қостым. Барлығын араластырып шығатын боламын. Әрмен қарай қамырымызды илейтін боламыз. Салқын су, тұз және жұмыртқа барлығын араластырып, ұнымызды қосып, қатты етіп қамыр илеп шығатын боламын. Қамырымыздың үйі қанғанша 10-15 минут қойып қоятын боламын. Қамырымыз дайын. Қамырымызды қолмен басып, әдемілеп жайып шығатын боламын. Қамырымыз дайын. Жайып, бүктеп, 4-5 етіп турап шығатын боламыз. Бөліктерге бөліп шықтық. Дайын фаршымызды ішіне салып, түйіп шығатын боламыз. Мантымыздың қамырларын түйіп алдық. Енді мантоваркамыздың листісін майалап салып шығатын боламын. Бала кезден осы манты түйу әдісімен үйреніп қалғанбыз. Осы әдіспен түйіп шығатын боламын. Барлық мантыларымызды орналастырып, үстінен май жағып шығатын боламын. Қайнап тұрған отымыздың үстінен қойып, қақпағын жауып, 45-50 минутқа қойып қоятын боламын. Мантыларымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ас болсын.